Баршаларыңызға қайырлы күн, қымбатты көрермендер, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында балалардың сүйікті тәттісі барни қонжықтарын дайындайтын боламыз. Құрамында ешқандай зиянды заттар жоқ. Өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын болады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Егер менің парақшам пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Қажеттіліктердің барлығын граммдарын төменде жазып қалдыратын боламын. Ал ендеше бірге жасап көрейік. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды үстінен қантымызды салып миксерлеп алатын боламыз. Аппақ көпіршік болғанға дейін миксерлейміз және үстінен 1 шай қасық қопсытқышымызды ерітілген сары майымызды салатын боламыз. Сары майдың орнына кәдімгі сұйық майды алмастыруға болады және ары қарай миксерлейміз. Одан соң дайындап алған сүтімізді құятын боламыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Мінекей сүтімізді құйып алдық және әрі қарай біркелкі масса болғанша миксерлеп алатын боламыз. Және осы аралықта ұнымызды електен өткізіп дайындап қоямыз және 2-3 бөлікке бөле отырып ұнымызды салатын боламыз. Бірден салып жібермейміз. Осылай бөліп отырып, мен бірінші бөлігін салып қойдым, осылай бөле отырып миксерлеп алатын боламыз. Мінекей үстінен екінші бөлік ұнымызды салып ары қарай миксерлейтін боламыз. Бізде тестамыз қатты қоюда емес, қатты сұйықта емес, орташа көлемдегі қаймақ секілді қамыр шығуы қажет. Мінекей біздің қамырымыз дайын болып қалды. Енді осылай дайын болған қамырымыздан 3 ас қасық осылай бөлек ыдысқа алып қоямыз. Үстінен 1 ас қасық какаомызды салып, жақсылап осылай қара шоколадты тесто дайындайтын боламыз. Бұл біздің қонжықтың аяқтарын, қолдарын жасауға қажет болады. Осылай ыңғайлы болу үшін кондитерлік пакетке салып алдым. Бұл маңызды емес. Осылай енді барниға арналған форманы алып алдым. Кез келген кондитерлік дүкендерде немесе Каспий магазинінен заказ беруге болады. Осылай қонжық алынбай қалмау үшін осылай сұйық маймен толықтай майлап алатын боламыз және осы дайын болған қара шоколадымызды бірінші табандарын, одан соң қолдарын барлығын осылай құйып шығатын боламыз. Және үстінен осылай ақ қамырымыздан 1 ас қасық құямыз. Көп құюдың қажеті жоқ. Біздің тестамыз дұрыс көтерілмей, арасы шикі болып қалуы мүмкін. Осылай барлығына 1 ас қасық құйып, толықтай барлық жеріне орнықтырып шығатын боламыз. Арасына қалауларыңызша сгущенка, шоколад, джем салып жасай берсеңіздер болады. Мендегі осы жердегі құраммен 12 штук барни қонжықтары шықты. Ең бастысы балаларыңызға өте қатты ұнайды. Дүкендегіден 2 есе арзан болып шығатын болады. Егер сіздер осылай бір рет формасын алып қойсаңыздар, үнемі балаларыңызға жасап қуантатын боласыздар. Өте дәмді, өте керемет болып шығатын болады және қызып тұрған 180 градус пешімізге 20-25 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай жұмсақ, өте керемет болып шықты. Дүкендегі барнидан ешқандай айырмашылығы жоқ. Құрамы бастысы таза. Балаларыңыз өте қатты қуанатын болады. Мен осылай 1 наурызға алғыс айту күніне қызыма утренникке осылай жасап бердім балаларға. Құрамы таза, сенімді. Осылай жасап берсеңіздер болады сіздерде. Егер менің осы рецептім ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Қазақ тілді каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып кетіңіздер. Сіздермен болған Талшын. Келесі видеода жүздескенше ас болсын.